Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін сіздермен өте дәмді тағамның, тойымды тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тағамды әр өңірде әртүрлі атап жатады. Бір өңірде нан салма, қайыс, май қамыр деп те атап жатады. Өз өңіріңізде қалай аталатынын комментарийда төменге жаза кетсеңіз болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын дайындауға кірісеміз. Ыдысымызға салқын суымызды және тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап шанышқының көмегімен араластырамыз. Және де ұнымызды салып, өте қатты жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа жұмсақтықта қамыр илейтін боламыз. Дәл етке қамыр жайған секілді өзіңіз сондай қамыр етіп илесеңіз болады. Осылай дайын болған қамырымызды бетін жауып 15 минуттай тындырамыз. Оған дейін осылай қызып тұрған майымызға турап алған етімізді салып қуыратын боламыз. Мен барлығын бірден дайындап алдым. Осылай орташа көлемде етті тураймыз. Өзіңіздің қалаған кез келген етті қолдансаңыз болады. Жақсылап етті қызарғанша қуыратын боламыз. Тазалап турап алған көкөністерімізді де біртіндеп салатын боламыз. Бірінші осылай қуырылғаннан кейін пиязымызды да қызартып қуырамыз. Жақсылап араластырып, татымына қарай тұзын салатын боламыз. Сонымен қатар мен паприка, яғни ұнтақталған паприканы қолдандым. Бұл міндетті емес, әлде де қызарып, түсі әдемі болу үшін осылай паприканы қолданған болатын. Егер сізде паприка болмаса, қара бұрышты, қарапайым немесе қоспай да жасай берсеңіздер болады. Осы уақыт аралығында біздің тынған қамырымызды тағы да бір басып, иін қандырып 5 минуттай қоя тұрамыз. Пиязымыз осылай сарғайып қуырылғаннан кейін үстіне туралған сәбізімізді және де болгар бұрышын салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Ең соңында осылай 4 бұрышты формасына турап алған картошкамызды салып, жақсылап қызартып қуырамыз. Тамағыңыздың қызарып әдемі болуы үшін осылай картошканы сәл қуырып алсаңыз, қызартып, сонда түсі әдемі болып шығады. Бір шай қасық көлемінде томат пастасын саламыз және де мен орегано дәмдеу үшін қостым. Бұл міндетті емес. Егер де сізде болмаса, тіпті қоспай қойсаңыз да болады, бірақ орегано өзінше ерекше дәм береді. Барлығын жақсылап араластырып, соңында осы көкөністерімізді, етімізді жауып тұратындай етіп су құямыз және де суымыз қайнаған сәтте бір қайнатып, қатты қайнатып аламыз да, кейін астын отын баяулатып, картошкасы еті піскенше қоя тұрамыз. Міне біздің қамырымыз жылтыр болып, әбден ие қанған қамыр болып шықты. Осыны жайып және де кептіріп аламыз. Мен осылай біраз уақыт кептіріп алдым. Сол кезде ешқандай да қамыр жабыспайды, кесуге ыңғайлы болады. Осылай өзіңізге ұнаған формада кесіп алсаңыз болады. Мен дәл видеодағыдай етіп кесіп шықтым. Әбден дегдіп қалған қамыр ешқандай да жабыспайды, оңай, кесуге де оңай болады.
барлық қамырларымызды дәл осылай кесіп шығамыз. Осы уақыт аралығында отымызға суымызды қайната береміз. Яғни уақыт жағынан үнемдеу үшін қамырды кесіп жатқан сәтте суды қойып қойсаңыз, сіз қамыр кесіп болғанша суыңыз да дайын тұрады. Міне бізде барлығы да осылай бір-біріне жабыспай, шашылып, қамырлар кесіліп шығады. Қайнап тұрған суымызға нанымызды салып, еттің нанын пісіргендей етіп пісіріп аламыз. Бізде осындай бір табақ қамыр пайда болады. Дайын болған қамырымыздың үстіне бір-біріне жабысып қалмас үшін алдын ала бірінші осылай майынан, сөлінен, яғни құятын боламыз. Кейін жаңағыдай көкөністерімізді, тамақтың негізгі бөлігі, картошкаларымызды, етімізді салатын боламыз, яғни подливасын құямыз. Бірінші осылай жабысып қалмас үшін майынан құямыз. Өте дәмді, тойымды тамақ болып шығады. Қонақ күтсеңіздер де, осылай жасап берсеңіздер өте дәмді, әдемі тамақ болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.